Баршаңызға сәлем. Біз бүгін мраморлы печеньесін дайындайтын боламыз. Керекті заттар: 2 жұмыртқа, 140 грамм қант, 140 грамм ұн, 50 грамм какао, жарты чай қасық қопсытқыш, шымшым тұз. Жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып, тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, 1 келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Сеткіден өткізілген құрғақ ингредиенттерімізді 2-ге бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспаны 1 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. 1 сағат өткеннен кейін кішкентай томалақтар жасап, қант ұнтағына араластырып, табамызға саламыз. градуста 10-12 минутта пісіп шығады. Өте тез піседі, күйдіріп алмаңыздар. Міне печеньеміз дайын. Ас болсын.